Тойдың тоқтағаны жақсы болды. Қашан ақша жинап бай болады, егер күнде тойдан шықпаса. Мен де сенің жақсы әнің болайын. Той, күнде той, шілдехана, бесік той. 1 жас, 5 жас, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ол да той. Сүндет, тілашар, құдалық, сырға салу, үйлену, үй алу, мәшіне алу, зейнетке шығу. Шіркін қазақтың тойлары. Тек тойда жолғайық, тек тойға шашылайық. Қазақтың тойы бітпесін деп жақсы тілек тілеп жатамыз. Я той ол қуаныш. Әрине біреулер бар болғасын жасайды, ал біреулер жұрттан қалмайын ят болады деп несие алып жасайды. Әр ұлттың той жасау әдет ғұрпы бар. Кәрістерде 1 жас үйлену, 60 жас, орыстарда құйда 3 ойын, үнділер мен түріктерде 5 жарыс. Және де оларда 50 мен 100-ге жуық қана қонақ келеді екен. Ал бізде тойдың түр-түрі бар. 2020 жыл карантин деп қазағыма той жасау тоқтатылды. Иә, бір жағынан тойдың тоқтағаны жақсы болды. Біраз адамдарыңыз бұл пікірме қарсы боласыздар деп ойлаймын. Бірақ Алланың қалауы сынақ болсын, ойлансын дегені шығар. Соңғы жылдарда тойларда ысырапшылдық көбейіп кетті. Оңға да, солға да ақша шашылды. Халал той, арақ той. Сапасыз саны көбейген 500-ге 1000-ға жуық халық саны. Той емес, есеп беретін, пайда қылатын бизнеске айналды. Солай емес пе? Енді өзге ұлттың жағдайын қараңыз. Тұрғаны комфортты үй, мінгені жаңа автокөлік, қыдырғаны шетел, тапқан табысы артында 3-4 бар доллар есебі. Ал біздің жағдай көп жастар жұмыссыз, үй-күйсіз, мінген ескі автокөлік, шетел түгілі жай демалуға уақытысы жоқ. Әр қазақтың кем дегенде басында бір несиесі бар. Сонда қазақ қашан еңбек етіп, жұмыс жасайды, қашан ақша жинап бай болады, егер күнде тойдан шықпаса. Шетелдің қымбат киімін киіп мақтанғанша, сол шетелдің қаржы сауаттылығын, ақша үнемдеу, әдіс үрдісін неге меңгермеске? Той жасасын, бірақ несиесіз. Той жасасын, бірақ ысырапсыз.